ассамблеясын құрған алғашқы көшбасшы. Ван армян этномәдени орталығының төрағасы Саак Салумян ел астанасындағы нөмірі 63-ші мектеп-гимназия оқушыларымен кездескенде осылай деді. Этно орталықта 3 жылдан бері еңбек етіп жатқан төраға Нұрсұлтан Назарбаевқа өз ризашылығын жеткізді. Шара барысына 133-тен астам ұлттың басын бір шаңырақтың астында жинаған тұңғыш президенттің ерен еңбегін ерекше атап өтті. Нұрсұлтан Абишевичу Назарбаеву, потому что Нұрсұлтан Әбішұлы ел үшін аянбай еңбек етті. Кеңес үкіметі кезінен бергі басшылардың ішінде алғаш болып халық ассамблеясын құрған бірден-бір көшбасшы. Қазақстанда тұрып келе жатқан түрлі этностар өздерінің тілдерін, мәдениеті мен салт-дәстүрлерін лайықты сақтап келе жатыр. Мұның барлығы қазақ халқының кеңдігі мен елбасының дана саясатының арқасы деп білемін. 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне орай өткен мерекелік іс-шара кезінде оқушылар армян халқының мәдениетімен танысты. Патриоттық рухтағы әндерді шырқады. Оқушылар елбасының қажырлы істерін үлгі ететіндерін айтты. Мен үшін Нұрсұлтан Назарбаев ол мені үйретеді, өзім қалай мақсатқа жетем, нәтижеме жетем бе. Мен оған қарап өсем.